Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы, еркек діңгек, әйел гүл, әйелсіз адамзат жемісі ешқашан болмайды деген еді. Діңгекке құрт түссе гүлде солады. Өкінішке қарай теріс ағымның жетегіне кеткен ер азаматтар өзімен бірге әйелдерін де құрдымға тартуда. Бағытын жоғалтып, жолынан адасқан нәзік жандыларды қалыпты өміріне қайтару үшін облыстық дін істері басқармасы мен Қарағанды облысындағы конфессияаралық қатынастар проблемаларын зерттеу және талдау орталығының мамандары түрлі шаралар ұйымдастыруда. Азаматшылармен жұмыс жасаған кезде ең алдыменен біз оларға дәстүрлі діни бағытымызды үйрету. Яғни оларға ұлттық құндылықтарымызды, отанға деген сүйіспеншілік, басшыға бағыну, және де өзіміздің дәстүрлі Абу Ханифа мазхаб жолы, Матурidi ақида жолдарын түсіндіру барысында біз олармен жұмыс жасаймыз. Кейде әйелдер болады, отбасында жолдасынан рұқсат сұрайды, рұқсаты бермеген кезде біз олармен сөйлесе алмаймыз да. Ондай жағдайда біз жаңағыдай жамағаттарды жұмылдыру арқылы, сондай адам өздерінің таныс адамдары арқылы өзіміздің сол көпшілікпен бірге іс-шараларға шақыруға тырысамыз. Сол арқылы өзіміздің қоғамдағы дәстүрлі дінімізді үйретуге, оларға түсіндіруге, бағыт-бағдар беруге, және де діни білімді қай бағытта, қай жерден алу керектігі жайында ақпараттар береміз. Тағы бір тиімді құралдардың бірі топтық жиын. Биыл Балқаш қаласында Sisters Party атты тың жоба жұмысын бастады. Оның мақсаты салт дәстүрді сақтан отырып, баланы ұлттық бағытта тәрбиелеу, отбасы институтын қалыптастыру. Бақытты ана, бақытты балалар ұранын негізге алған шара жалғасын таппақ. Мамандардың айтуынша, жыл өткен сайын тимбилдингке қатысқысы келетін әйелдердің саны артуда. Наши женщины очень стеснялись, когда мы проводили личные беседы с психологами, с теологами, и поэтому в ходе различных бесед и методов мы решили, что изменим формат работы. Это у нас формат тимбилдинга, и благодаря этому у нас сейчас женщины очень активно начали беседу проводить с нами, выходить на контакт. Әйел жамағатына арналған тимбилдинг отбасылық қарым-қатынасты, бала мен ана арасындағы байланысты нығайтады. Игі шара табиғат аясында өтеді. Мәселен, биыл әйелдер жамағаты Қарағандыдан 1 сағаттық жерде орналасқан Саялы демалыс аймағында жиналды. Балалар мен аналар екі топқа бөлініп, жекелеген теолог және психологтармен ойындар өткізді. Тренинг барысында теріс ағымның жетегінде кеткен әйелдердің психологиялық проблемалар анықталып, жұмыс жасалды. То, что я заметила как психолог, это то, что у многих женщин были именно проблемы, которые связаны с детством. То есть они получали в детстве психотравмы или же в юношестве. По отдаче по этим тимбилдингам мы поняли, что в лучшем случае нужно в первую очередь работа психолога, так как это очень влияет при дальнейшей работе в тандеме с теологами.